Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев ресейлік полиметалл компаниялар тобының директоры Виталий Несиспен кездесті. Кездесу барысында инвестициялық мүмкіндіктер жайы талқыланды. Бұл орайда Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев өңірде жұмыс істейтін ірі компанияның инфрақұрылымды дамытуға, әлеуметтік нысандардың бой көтеруіне атсалысып, екіжақты серіктестіктің мызғымас тірегі болатынын атап өтті. Полиметалл компаниялар тобы Қазақстан нарығына алғаш 2009 жылы енген. 2014 жылы құрамына Бақыршық және Большевик кен орындары кіретін Қызыл жобасының іске асыра бастады. Бақыршық кен орнындағы қазба байлықтарының қоры 280 тонна. Көлік-логистикалық серіктестік саласында Абай облысының Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы көпір деп те атауға болады. Бұл орайда Аягөз-Тачен бағытындағы темір жолының құрылысы зор мүмкіндікке ие деп атап өтті Нұрлан Ранхаев. 12 қыркүйекте Абай атындағы драма театрда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 30 жылдығына және күзгі әскерге шақыру науқанына орай біртұтас ұлт, біртұтас әскер атты концерт өтті. Мерекелік бағдарламаны қарулы күштердің ақпараттық насихат тобы құрамындағы ұлттық әскери патриоттық орталығы қойды. Салтанатты шараға Қазақстан қарулы күштерінің ардагерлері, Жас ұлан мектебінің тәрбиеленушілері, жастарбас қозғалысының мүшелері, әскерге дейінгі жастар және қала қонақтары қатысты. Біз еліміздің қарулы күштерінің 30 жылдығы құрметіне қорғаныс істері жөніндегі басқарманың құрылғанына орай арнайы жиналдық. Семей қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының құрылғанына 100 жылдан асты. Баршаңызға мықты денсаулық, бақыт, ұзақ өмір, ал болашақ курсанттарға отан қорғау жолында адал қызмет етуді тілеймін, деп ақбатасын беріп, ағалық ақылын айтты ардагер. Әскери өнерпаздар ұжымы ендігі кезекте Өскемен және Аягөз қалаларында концерт қояды. Жарқынбек Байсабыров өңірдегі білім ордаларын, балабақшаларды, сондай-ақ денсаулық сақтау мекемелері мен бірқатар ұйымдарды аралады. Мәселен, Болат Тұрлыханов атындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің, номері 1 аудандық аурухананың, халыққа қызмет көрсету орталығының, білім, жер, құрылыс, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімдерінің тыныс-тіршілігімен танысқан өңір басшысы бірқатар тапсырма жүктеді. Абай ауданының әкімі жұмыс кестесіне сәйкес аппарат кеңесін өткізді. Оған аппарат қызметкерлері, ауылдық округ әкімдері, дербес бөлім және мекеме басшылары қатысты. Кеңесте Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына байланысты атқарылып жатқан жұмыстар, 2023 жылға жоспарланған жобалар, қысқы мал азығын дайындау, аз қамтылған отбасыларды шөппен қамтамасыз ету, жәрмеңке ұйымдастыру жайы талқыланды. Өңір басшысы жоғарыда аталған жұмыстарды сапалы түрде жүзеге асыруды жауапты басшылар мен ауыл әкімдеріне тапсырды.